Маған 6-ға массажға жазылып қойды, записке сол. Не массаж? Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Үйленгенсіз ба? Иә. Әйеліңіз бар ғой? Бар. Әйеліңізге звондап пранк істесек, мен сізге автомаркеттің атынан 100 000 теңге сертификат беремін. Не сертификат? 100 000 теңгелік сертификат қой, автомаркеттің атынан. Все, давай. Не істеу керек? Короче, пранк істейміз әйеліңізге ше. Мен сіздің әйеліңізге звондаймын да, массажға жазылып қойып деген сияқты бір идеямыз бар да, соны жасап көрсек. Мен өзім айтамын, сен айтасың. Мен айтамын, қыздың дауысын көрген шығарсыз TikToктан, иә? Смело ма? Көреміз, иә? Онда машинаға отыра салайық аға, иә? Тыныш жер керек. Артқа. Ал көрейік, звонып кетті. Әдейі сохранить етіп қойдым сендерге көрінбеу үшін. Жаман ойламан да. Уайымдап тұрмын. Алло. Жайдар? Да, кім екен бұл? Жайдар бар ма? Жайдарға бересіз ба? Записке жазылып қойып, келе ма сұрайын деген. Жоқ, кім екен бұл? Маған 6-ға массажға жазылып қойып, записке сол келе ма, келе атыр ма, соны сұрайын дегем. Не массаж? Кәдімгі массажға жазылып қойды. Сіз кім боласыз? Жоқ, сіз кім боласыз? Ау? Мен әйелімін, сен кімсің? Мен массажисткам, маған жазылған кеше алдың күні келген маған, сосын бүгін тағы келем деген 6-ға жазылып қойды. Маған әйелім бар деп айтқан жоқ, маған бойдақпын деді ғой. Жоқ, сен кімсің, атың кім сенің? Жоқ, сен қайтесің менің атымды? Сен әйелсің ба, онда кешірім сұрайын. Білмей маған 6-ға келем деді ғой, келатқан шығар, может быть. Қасыңызда ма? Қазір күте тұр. Қасыңызда ма? Жоқ, қазір күте тұр. Давайте. Енді бұдан кейін осындай тілік семесіміз, айба. Сізге звондайды походу, иә? Көрші, бекер шықтым деп әкімге дейін ойнаймын, ана дүниеге барған кезде де ойлайтын шығармын, бәле. Күрек ал, ала бер. Алайын ба? Ашыңыз болсын. Иә, сосын соңында пранк деп айт. Алло. Алло. Қайдасың сен? Маған 6-ға массажға жазылып қойды, записке сол. Не массаж? Алло. Қайдасың сен? Көш жақта, таксовкада. В смысле таксовкада? В смысле, кәдімгі таксовка Қайда жүрсің? барайын деп жатсың сен? Еші қаяққа? Не, түге құсы бол. А? Қайда жүрсің сен? 12 жақта, көш жақта, 12-да. Маған бір қатын звондап отыр, массаж деп. Кім? Біреу номер алғысы деп тұр ма, неше деп тұр ма? Қой, қуасың ба, қайда массаж? Алдың күні келді, бүгін тағы жазылып қойды дейді сені. Қойқымаш, ауылға барған жоқ му алдың күні? Сен сол кезде бар ғой, сетін ұстаған жоқ деп өтірік айттың, дұрыс көрінген жоқ маған түгесі. Қой, ауылда жолда сейстамайды ғой, ауылда болуға. Айта сал пранк деп. Бол түгесі қос. Бол дейм. Қоспайым, неге? Кім атқай маған қайда айтып маған деп бір. Кім ұзада баққан? Кімге әйелім жоқ деп айтып жүрсің еще? Ешкімге айтқан жоқпын. Қос бол дейм. Құма болды. Пранк болса, не? Ала. Алло. Пранк кем, пранк? Пранк қой, пранк. Мен негізі баламын ғой, салмасыз ба TikTok'дағы. Пранкқа түсіп қалдыңыз. Кешірім сұрайын. Күйеуіңізден пранк істейін дегенбіз ғой сізге. Все, давайте. Кешірім сұрайын, пранк. Давай. Фото сферов, денбеймін ата. Давай. Давай. TikTok'тан көресің, давай. Болды. Ал, пранк қалай болды, брадан? Жынды. Жауа кетті. Ё-моё. Вот сізге 100 000 теңгелік сертификат. Автомаркетті білесіз ба негізі? Білем. Осы қалада 3 точкасы бар, білесіз ғой да? Иә. Көлік сатып аламын десеңіз 100 000 теңге сертификат андай скидка жасап береді ғой, автомаркетке барсаңыз ше. Болды. Біздің аккаунтқа тіркелгенсіз ба? Көріңізші. TikToktан көргенсіз ба мені? Бай TikToktан көрдім, Көрдіңіз ба? Иә, көрдім. Көріңізші, егер тіркелген болсаңыз, ақшалай сыйлықпен қуантып жіберейік қазір аға. Достар, сіздер де тіркеліп жүріңіздер. Лама? .kz, иә. Что за овца? Лама? Подписын. Прикиньте, тіркелген. Подписка жасалыпты. Йоға, красавчик аға. Құтты болсын. Сөзіңіз, кәсіпіңізді айтып жіберіңіз. Бізге тіркелгені үшін 10 000 теңге сізге автомаркеттің атынан осындай сыйлық кішігірім. Давайте айтып жіберіңіз. 747. Жайдар ғой да? Иә. Просто тіркелген үшін, просто экранды түрткені үшін 10 000 теңге подарка атып жібердік сізге. Бізде автомаркет туралы кішігірім айтып кетейін. Колесодан машина көріп қалдыңыз. Немесе өзіңіздің туысқаныңыз, танысыңыздан машина көріп қалдыңыз. Соны сатып алғыңыз келіп тұр. Сіз мысалға кредит бере ма, бермей ма, қаяқтан тексеріп көресіз? Автомаркет?
Жоқ, жақтан Каспийден көресіз ғой, иә? Каспий обязательно. Каспийден халықтан көресіз максимум, иә? Болды. Иә. А вот біздің автомаркетке келсеңіз, любой танысыңыздың, любой даже колесода тұрған машинаны через автомаркет хозяинмен бірге келсеңіз, 10 түрлі банкпен заявка жіберіп көруге болады. Ойлаңызшы, кредиттің, иә, бәрімен жіберіп көре аласыз. Қайсысы одобрить етеді? Смело. Мысалы, 10-ның 9 одобрить етуі мүмкін. Өзіңізге ыңғайлы банкты таңдап, сонымен, иә, смело несие аласыз. Сондай келіңіз, в общем, автомаркеттен көлік ауыстырамын десеңіз, жаңағыдай алам десеңіз, автомаркетке келіңіз, иә? Все, жақсы.